Бұрын елге керек болған ұстаздар, қадірлері ерек болған ұстаздар. Сол бір заман кетті қайтып келмеске, өленіме себеп болған ұстаздар. Директорға жалпылдайтын ұстаздар, апта сайын зан тыңдайтын ұстаздар, маңдай термен сорлап тапқан айлығы қағазынан артылмайтын ұстаздар. Ауырса да ем алмайтын ұстаздар, мерекеде дем алмайтын ұстаздар, жоғарғының бұйрығына көндігіп, қағаз басты жиналмайтын ұстаздар. Сүрінсе де жығылмайтын ұстаздар, мектеп үшін шырылдайтын ұстаздар, оқушысын білімменен жылытып, ал өздері жылынбайтын ұстаздар. Жиылғанда көш болатын ұстаздар, полда жуып пеш жағатын ұстаздар, сол мектептің шаруасын бітіріп, үйлеріне кеш баратын ұстаздар. Қайғы дәмін татып жүрген ұстаздар, мұнмен таны атып жүрген ұстаздар, үш тілдеге ауысамыз деген соң, соған басы қатып жүрген ұстаздар. Жаншағынан қысып жатқан ұстаздар, зәрелері ұшып жатқан ұстаздар, бір оқушы жылап барса үйіне, сергелденге түсіп жатқан ұстаздар. Ештеңе жоқ талай бізге ұрысқан, осы адам болсыншы деп тырысқан, нұқып қалса оқушыны бұл күнде шеттерінен босатады жұмыстан. Бүгінгілер қалай өзі білмедім, елес маған оқушы сол күндерім, ұстаздардың таяғының арқасы осы күнде таяқ жемей жүргенім. Ұсақталсақ енді қандай батырмыз, қайдан шықсын рухты ұлмен батыл қыз, әліппені қолымызға ұстатқан ұстаздарды ұстап беріп жатырмыз. Шындық осы көріп жүрген көзіміз, билік жаққа жетпес тіпті сөзіміз. Ыбырайдай ұстаздарды бұл күнде сұмырайдай қылып қойған өзіміз. Торғайлық ақын Саят Әбеновтың туындысы.